Өмір қандай көңілсіз, дауыстарсыз дыбыссыз, әнсіз, күйсіз, шуылсыз, айналамыз сұрақсыз. Әр дыбыстың мәні бар, мәнін тауып ұғып ал. Дей келе оқушылар, бүгін біздер осы дыбыстың маңызы туралы айтпақшымыз. Дыбысты қалай естиміз, дыбыстардың қасиеттерін қалай пайдаланамыз. Ол үшін кітаптың 60 және 63-ші беттер аралығын ашып отырайық. Оқушылар, децибел дегеніміз не? Әрине білмейміз. Ендеше мұқият тыңдаймыз. Дыбыс деңгейінің қаттылығын өлшеу үшін арнайы өлшем бірлік қолданылады. Оны децибел деп атайды. Суретте берілген нысандардың әр қайсының өзіне тән децибелі бар. Ұшақ гүрілі 120 децибел, шаңсорғыш шуылы 70 децибел, айқай 75 децибел, жапырақ сыбдыры 10 децибел, метро пойызы 100 децибел, адамдардың сөйлесуі 50 децибел. Осының ішінде қайсысының децибелі үлкен, ал қайсыныкі төмен? Анықтайық. Келесі оқушылар шу. Шудың қалыпты деңгейі 30 децибел болып табылады. Дыбыстың көзінен қабылдаушыға дейінгі арақашықтық алыстаған сайын дыбыстың қаттылығы азаяды. Қызықты мәлімет. Теңіз бен мұхит мекендеушілері бір-бірімен дыбыс шығару арқылы қарым-қатынас жасайды. Ең ірі теңіз мекендеушісі көк киттер бір-бірін 1600 км қашықтықтан естиді, ал олардың дыбысының қаттылығы реактивті ұшақтан да жоғары. Елік Қазақстанның даласын мекендейтін өте жүйрік жануар. Көптеген жануар мен балық адам ести алмайтын дыбыстарды естиді. Циркте үйретушілер иттер ғана ести алатын ысқырықтарды пайдаланады екен. Жануарлар қалай дыбыстайды? Қане оқушылар, менімен бірге тауып көрейік. Бұлбұл сайрайды, тырна тыраулайды, шағала шаңқылдайды, торғай шырылдайды, қаз қаңқылдайды, арыстан ақырады, қасқыр ұлиды. Сонымен оқушылар, алған білімдерімізді қорыту мақсатында кері байланыс орнатамыз. Енді сіздер мына берілген жануарлар қалай және қай кезде дыбыстайды, сол туралы маған жазып бересіздер. Назарларыңызға рахмет, сіздерге сәттілік.